Zor ekan. İşine kirdingizmi senlar? Ha? Sizning ne var? Shunga har xil nelar bor hozir. Nima turaveramiz tushiradi. Alsiraqdan olsa alsiraqdan. Videoga alyp Kelayotgan odamlarning bari bo'laveradi. Mana söyleşip turaverin de. Xudolar kelaturgan, xudolar tushir, xudolar. O assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amin amin. Amandaslık ya. Sat avay de. Kele doşu. Ay avuldaga abay mı? Yani. İşte. Ha. Amandası gerek var. Ha bu bir ne yapıyorsun da hani? Ha. Jiberek. Ama Video video. düşün. Hayır, söyleyeyim ben. Tushiryotir. Video mu bu? Ha, video kılyaptırma. Gittim. Aferin sen de bitir. Ayta bu. Президиум орнunga баршалар қонақтарымызды шақырайық. Өміржақ Озғанбаев ағамызды шақырамыз. Бекет Тұрғараев ағамызды шақырамыз. Өтеген Көбайдөлен ағамызды шақырамыз. Сулейман Шатқан ағамызды, Өмірхан Қозыбақ ағамызды, Аққұлов Абдырахман ағамызды, Дүйсен Дархан ағамызды, Балтабаев Роман ағамызды президиумға шақырамыз. Қанекей, келіңіздер. Блицбрига. Yok, yakından ekranını tutuyorum. Analar alıp gidiyordu. Yakınat koyalım. Baldan zübeti baldan attı. Қайырлы күн, құрметті Қазғұртаудан тұрғындары, және де қонақтар. Бүгін Түркістан облысы Қазғұртауданы Сарапхана ауылы Ерғосай атамыздың ұрпақтары мәңгілік ел саябағында ұйымдастырып отырған амал, татулық пен бірлік мерекесіне қош келдіңіздер. Ерғосай ұрпақтары ұйымдастырып отырған амал, татулық пен бірлік мерекесін ашық деп
жариялаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Мынау қазақ халқы кешегі қызыл идеологиясы саясатының салдарынан өзінің көптеген құндылықтарынан айырылып қалған болатын. Мына елін сүйген ер азаматтардың арқасында осы құндылықтарымыз қайтып келіп жатыр. Сондай бір ескірсе де естен кетпеген, халықтың жүрегін шымырлатып, бір-бірімен көрістіріп, жақындаттырып, бауырлатып, Микрофон жақын ұстау керек еді. осыған татуластыратын осы амал мерекесі. Осы амал мерекесін биыл ойланып келген бұған дейін, бірақ өткен жылы біздің еліміздің президенті Тоқаев Қасым-Жомарт мырзаның бастамасымен наурызды тойлаудың жаңа сипаттамасы, жаңа бағдарламасы шықты. Сол бағдарламаға сәйкес көріс күні амал мерекесі наурыз тойының бастамасы болып бекітілді. Содан бері осы 2 жылдан бері амал мерекесін тойлау бүкіл Қазақстандық, бүкіл халықтық сипат алып отыр ағайындар. Сондықтан мына той қыласын, бүгінгі наурыз келгендеріңіз құтты болсын. Жоқ, Қырғызғалпақ осының егесі мынау, Тұрғараев деген сол. Ортада тұр ғой, ортада, Абдыраманның қасында отырған. Мына ортада, екінші, Абдыраманнан кейінгі. Сол Озғанбай. Азаматтарды мен тастырып кеткім келіп отыр. Анау ненікі? Трибунада Мына шеттегі бар ма? Ол осы облыстан ба келді ол да? Мына Өмірзақ Озғанбаев деген ағамыз, айтады сол. Әне. академик, Жаман тарих ағай. ғылымдарының докторы, республикалық Омарханның бір ауылдан шыққан. төрағасының бірінші орынбасары. Ол кісінің одан да көп пікірлері бар, айта берсе бір парақтан асып кетеді. Одан кейінгі осы бастамасының басы қасында жүріп, ақылын беріп, мына өзінің үлесін қосқан ағамыз, Бекет Тұрғараев ағамыз, салт ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасында еңбек сіңген заңгер, үлкен бейсанат азамат. Одан кейін мына ақсақал Өтеген Ғұбайдолла деген еңбек ардагері отыр. Бұл амал мерекесінің өзінің концепциясына сәйкес ата ұрпақтары 8 рудан тұрады. Сол 8 жылда бір ру айналып келеді. Сол ендігі жылы осы тәзіке деген рулар қабылдап алу керек.
ұйымдастыру шарасы Ha, mına. кәсіпкерлердің ақсақалы келіп отыр. Мына жерде тағы Германияның Мюнхен қаласынан келген Сүлеймен Шатқан деген азаматымыз ағамыз отыр. Oo, Yemen'e yedim. Ana turgan. Германияда тұра ма? Қазақстан Республикасының қайраткер, оқу ісінің үздігі, Қазақстанға белгілі педагог Өмірхан Қозбар ағамыз. Мынау Алматыдан арнайы келіп отырған Балтабаев Роман деген ағамыз. Осы былтыр кездесіп біздер Түркістандағы неде. Осы келесі жылға келемін деп уәдесін беріп, келесі бұдан кейінгі тәжікелер ұрпағының атынан біз сіздерден эстафетаны қабылдап аламыз деп уәде берген. Сегіз адамды бастап, рахмет ағам. Енді арамызда жас болса да бас болып жүрген, осы іс-шараның ыстығына күйіп суына тоңған, барлық ұйымдастыру басына түскен мынау Дүйсенов Дархан деген азамат, Шардара аудандық мәслихат депутаты, педагог, осы қалыптап көрдіңдер. Одан кейін менің есімім Аққұлов Абдыраман, осы заңгерім мен де осы іске қосқан азамат. Сондықтан іс жүргізуді өзіміздің інімізге берейік, ары қарай енді. Қош көрдім туыстарым, арыстарым, қуантты қазғұртта табысқаным, атадан алтын тұяқ өздеріңіз, аман сау барсыңдар ма барыстарым. Сіздерге пана болғай бір жаратқан, астарың қабыл болсын беріп жатқан, амал деп өздеріңмен көрісуге ағайын келіп отыр шар тараптан. Күні бұл гүлді көктем мерекенің, сөзімді көк аспандай кеңетемін, амалдай мерекеңіз құтты болсын, алғашқа қарлығашы берекеңнің. Наурызда ақ ниетпен жарқылдаңыз, бірлікпен бағын тасып қарқындаңыз, болған соң тәуелсіз ел ұрпақтара, ғұрпыңнан ұлтымыздың тартынбаңыз. Ағайын, ажыратпа араңызды, татулық көрсетеді бағамызда. Ұранды ер қазақтың ұрпағымыз, ұятқа қалдырмайық бабамызда. Алғашқа құттықтау сөз Астанадан атартылып келген абыз қариямыз, академик, тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Ардагерлер кеңесі қоғамдық бірлестігінің төрағасының бірінші орынбасары, Ерғосай Батыр бабамыздың ұрпағы Озғанбаев Өміржақ Озғанбайұлына беріледі. Assalamu alaikum. Қалың қауым ағайын. Көктемнің басымен мына елдің бірлігіне, ауыздың бірлігіне, отанымыздың болашағына, жарқын жоспарын арнап, жан жақтан ағылып келіп жатқан ағайын, құрамаларың құтты болсын, той құласын, бірлік тойы болсын. Бұл той осы күндері еліміздің барлық өңірлерінде жүріп жатыр. Кеше Астана қаласында Қасым-Жомарт Кемелұлының қатысуымен үлкен той мереке бағдарламасы өтті. Ол кісі сол тойда бүкіл ел халықты мына келген жаңа жыл шығыс календары бойынша Наурыз мерекесі өтіп жатқан мына ораза айы осы үлкен шаралармен құттықтады. Елге болашаққа бақыт тіледі, бірлік тіледі. Елдің алдағы күндердегі көретін жақсылығы, жоспарлары туралы ескертіп айтты. Жақында ғана осында той 13-14 Наурыз күндері Маңғыстау өңірінде Отпан таудың басында өтті. Онда да дәл осындай халықтың жиналған халықтың тобы қарасы өте көп көрінді. Отпан таудың басындағы машина қоятын жерге, адам отыратын жерге түгел халық ойдан да қырдан да жиналып үлкен мереке болды. Және Қазақстанның барлық дерлік облыстарынан делегациялар келіп,
барлық облыстардан, қалалардан тойдың сәнін арттыра түсті. Және бір Маңғыстаудағы биылғы өткен Наурыз мерекесінің бір ерекшелігі болды. Бұл ерекшелік бүкіл Қазақстаннан білімді, математикадан, информатикадан, республикалық олимпиаданың жеңімпаздары 180 жас жігіттер қатысқан. Сол жас жігіттердің бәрі сол тойға келіп қатысып, үлкендерге көрісіп, батасын алып, сонымен қатар тігілген көп киіз үйлерді аралап, қалада өскен бала киіз үйге күнде кездесіп кіріп жатқан жоқ қой. Содан кейін қазақтың ұлттық киімдерін киген апалары мен әжелерін қызықтап, қолдарын беріп амандасып жатты. Маңғыстаудағы жерлестеріміз күні кеше дүниежүзілік Гиннесс кітабына кіріп, ұлттық киім жөнінен республикада бірінші орын алға шықты. Жігіттер жиналған екен, елдің азаматтары жиналған екен. Сол ұйымның басшысы келіп, облыс әкіміне осындай құттықтау хатын және документтерін тапсырып кетті. Құрметті ағайындар, қазақтың байтақ жерінің бәрі қасиетті. Қазақтың небір биік төбелері бар, небір биік таулары бар. Сол төбелердің де, таулардың да бәрі біздің еліміздің тарихымен тығыз байланысты. Солардың басында талай дағдыршешті мәселелер қаралған. Алайық Құлтөбені, алайық Мәртөбені, алайық бүгінгі бас құрап жиналып отырған мәңгілік ел саябағы төбе. Осылардың бәрінде елдің азаматтардың басы бірігіп, бірінен бірі сәлемдесіп, тілектерін білдіріп жататын қасиетті орындар. Біздің халқымыз қыс қыстауы жайлауы бөлек-бөлек жерде болғандықтан, бүгінгідей сотовый телефоны, жүрік машинасы болмағандықтан, ойдағы ағайындар қалай екен, қыстан қалай шықты екен, мал жаны аман бекен деп ойдағы халыққа келіп құшақтасып көрісіп, сәлем беріп, ағаларына, апаларына сәлемдесіп жататын кез. Бұл кез жерге көк шығып, адамдардың аузына ақ тиіп жататын кез. Небір игі тілектердің жинақталып тоғысатын кезі. Мінекей сондай бір қасиетті үлкен мерекелер үлкен тауларда да өтіп жатыр. Мен бір-екі таудың атын айтып кеткен тұрмын ағайындар. Бірақ Қазығұрт тауын кеше Маңғыстауда да айттым. Қазығұрт тауы жер шарын топан су бақысқан кезде Нух пайғамбардың кемесі келіп тұрақтап, соларға қайырлап, солардан адамзаттың тұқымын өрбіткен тіршіліктің бастау көзінің бірі деп айтуға болатын жер. Басында Қазығұрттың кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған деген сөз сол кездерден басталған. Бұдан кейінгі бір қасиетті үлкен тау, бұл Ұлытау. Ұлытауда түрік тектес халықтардың ең бірінші ұйғарымы, ең бірінші патшалығы басталған жер, Алашаханның тұсы. Одан кейін Шыңғысханның ұрпақтары сол арада болған. Бұл арада небір дағдыр шешті мәселелер, ақ киізге отырғызған қазақтың қандары көтерілген жер. Осындай тауларды ары қарата жағалап айта беретін болсақ, Ордабасы. Ордабасында қазақ халқының дағдары шешілген үлкен ірі тарихи жағдайлардың шешілген жері. Ордабасында бүкіл қазақ жиналып, сол кезде тірі қалған қазақтар жиналып, біз не істейміз деген үлкен мәселе қаралған. Сондағы мәселе былай, қазақ жер бетінде қазақ болып қала ма, жоқ қалмай, жоңғардың табанының астында жоқ болып кете ме деген сұрауға жауап іздеген. Сонда қазақтың үш биі, үш ханы, неше бір батырлары бәрі тұрып соларда шешім қабылдаған. Шешім
бізді де Құдай жаратты, Құдайдың құлы ретінде жер бетінде өмір сүруге тиісті халық қазақпыз деп үлкен ортақ әскер жинап 1726 жылы Бұлантыда жоңғарларға бірінші рет соққы беріп, халықтың тіреліп, сілкініп, алға қарап ұмтылған жері. 1729-1730 жылы Аңырақайдағы үлкен шайқас, үлкен табыс. Қазақ халқының кеудесінде жеңісті оқу жаға білген кезде соғыстар болды. Бұл соғыстың керемет қиыншылығы сол, бүкіл қазақтың кейбір статистика бойынша 30% қырылған. Екінші бір статистика бойынша 40% деп айтады. Арқада мекендеген халық жоңғардың шоқпарымен тола Еділ мен Жайықтың арасына дейін кеткен. Бұл арада Жетісу бойында мекендеген халық тола Шыршыққа дейін босып кеткен. Сөйтіп мінекі осындай шешім арқылы жер бетінде қазақ халқы осы бүгінге дейін өмір сүріп, өсіп, өркендеп, көбейіп, көгеріп келе жатқаны. Осы елімізде бүгін 14 миллионнан астам қазақ бар деп айтамыз. Мінекі ардақты ағайындар, осындай қасиетті таулардың бірі, тағдыршешті мәселелерді шешкен жер, бұл Отпантау деген тау. Отпантау деген тауға 2007 жылы осы бүгінгі айтылып жүрген өздеріңіз бар көрген Отпантаудың басында алып құрылыстар салынған. Сол құрылыстар бүгінгі күнге дейін елге халыққа қызмет жасап келе жатыр. Жаңа айтып отырған 10 мыңдаған халықтың жиналған жері. Енді Отпантауға байланысты бір-екі мәселе айта кетейін. Отпантау қашаған айтқан. Отпантаудың басында дегелек деген бір құс бар. Аспанда жүріп ысқырса, мың орта жылан басылған деген әңгіме. Отпантаудың басына жергілікті халық келіп мұңын шағатын болған. Жергілікті халық келіп өзінің шаттығымен бөлісетін болған. Сондай қазақтың ақын қызы Зәуреш Есбергенова деген қыз келіп соларда мұңын шаққан. Отпанда Отпантау, Отпан деген биік тау, фашист деген зұлым жау, соғысқа кеткен ақ көкен, келер ме екен есен сау деп соларда көзінің жасын сөккен екен. Осы сол араға Қандияз Шоқұлы келген. Қандияз Шоқұлы сұрып соларды айтқан. Абырой үшін, ар үшін, ардақтаған ұл менен, қадірлеген қыздың болашағы үшін, бағы үшін алға деп кәдімгі әскерлерін бастап алға ұмтылған. Өздеріңіз білесіздер, Қандияз Шоқұлы бұл жауынгер ақын. Ерінің бір жағында домбырасы, екінші жағында найзасы тұратын ақын болған. Сол Қожалақ Батырдың кідіріп қалып тұрған кезінде алдынан барып айтқан әңгімесі, оны да сіздер білесіздер. Ақ ордасы Абайдың үлкен үйің мұғалсың. Батырдан бірде өзің үлкен жиын құралсың. 4 мың алым тұрғанда басқасы келіп Адайдың қолыңнан қалай туалсың. Баста Қожалақ алға дегенде азғантай аскермен, нашар жабдықталған құралмен жігерленген, бірақ бойында қаны қайнаған қазақтың батырлары анағұрлым көп, қаруы мықты, жауды жеңіп, ұлды құлдықтан, қызды күңдіктен айдап бара жатқан балды айдап елге қайта оралған. Мінеки осындай талай күндер болған. Отпантаудың басында жаңағы айтып тұрған телефонның жоқ кезі, жүлік машинаның жоқ кезінде түрлі от жағып, Маңғыстаудың 4 бұрышындағы халыққа хабар берген. Ал енді мынандай зұлым жау келді, атқа оныңдар ағайындар деп. Сөйтіп Маңғыстаудың жерінде талай шайқастар өткен. Бәрінің де соңында қайыры болып елге құтты қоныс мекен болған жер. Бәріңіздің де туған туғанастарыңыз, жақындарыңыздың барлығы Маңғыстауда еңбек етіп жатқан болар. Құрметті ағайындар, мен енді жаңа бір айтайын тұрған мәселем, мына біз бүгінгі жиналып отырған жеріміз мәңгі елдің
аллеясы. Бұл осы ғасырда, өткен ғасырдың соңында, осы ғасырдың басында ел азаматтарының шүлендігі менен жасалған, тарихқа бағытталған талай адамдарды осы рухта, балалардың рухында тәрбиелейтін керемет комплекс кешен деп бағалаймын өз тарапымнан. Бұл араға талай елдің азаматтары осылай келіп, жиындарын өткізіп, республикалық деңгейдегі конференциялар, тағы басқа жиындар өтіп жатты. Бұл да бүгінгі қазақ елінің, қазақ азаматтарының, Бекет Тұрғыраев бастаған ел азаматының бүкіл халыққа жасап жатқан жарқын қызметі деп бағалаймын. Ардақты ағайындар, бір және бір айтайын деген әңгімеміз, кеше Қасым-Жомарт Кемелұлы да айтып жатыр, халыққа бірлік керек. Бірлік болмай, тірлік болмайды. Халықтың алдында проблема көп. Ол проблемалар халықтың тұрмыс жағдайын көтеру керек. Халықтың ауызбірлігін нығайту керек. Ел бір топқа бірігу керек. Біріккен кезде елде күшті қуатта болады. Сондықтан бүгінгі мына республика басшыларының алға қойып отырған міндеті бірінші мына өткізіп жатқан мерекелеріміздің барлығының тұғырнамасы жасалды. 10 күнге шақталған программа биылдан басталған еді, енді іске асып жатыр. Наурызнамасы жасалған. Енді алда тұрған міндет мақсат әділетті Қазақстан құру, әділетті экономика болуы, әділетті адамдардың тіршілігі болуы. Міне осы бағытта елде алуан түрлі көп мағыналы жұмыстар басталып жатыр. Ардақты ағайындар, ел халықтың тұрмысы жақсарып, өрге басатын күндеріміз алдымызда. Біздің ұлы бабаларымыз болған, сол ұлы бабалардың өзі армандаған негізгі армандары бар. Ол тұра қорқытуадан келе жатқан. Бір жағда Башқұрт Жүсіп жалғаған. Байтақ қазақ жері жүйрік болса, байтақ қазақ жері қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын өңір болса деп армандаумен өткен ұлылар. Son zaman жақын болғай. Бәріңіздің бастарыңыз бірігіп, елдерің сау, отбасыларыңыз аман, мына еркін, бейбіт елдің азаматтары болып, ұл өсіріп, қыз өсіріп, төңіректерге қарап, көмектесіп, жәрдемдесіп, демеп, бірлікте өмір сүре беріңдер. Мынау Шымкент өңірі бұл қасиетті өңір. Қайда жүрсек те, кімдермен кездессек те, Шымкент дегенде тұра қалып тыңдайды ағайындар. Себебі бұл өңірдегі халықтың бірлігі мықты, ауыздары бір, ас-түйіспесі ортақ. Сондықтан ол жасықтардың бәрі бастарыңызда баянды болмай. Айдан алан тұлдан есен, қойдан қойға, берекеден берекеге ұласып, бақытты баянды өмірде болыңдар ағайындар. Баршаңызға, барлығыңыздың бастарыңызға, тағы да қайталап айтамын, амандық бірлік болсын, ел аман жұрт тыныш болсын, Қазақстанның болашағы жарқын болсын. Аман болыңдар. Құрметтеріңіз болсын, Өмірзақ Өнеке ағамызға осындай кереметті нақылы сөздеріменен баршамызға паш еткен. Ал ендеше дүниеге келер бір рет дария кеуде тасым үшін, құрыштан құйған құдірет, қарттарым аман сау бармасын деп, бүгінде Ерғосай ұрпақтары ұйымдастырып отырған амал, татулық пен бірлік мерекесінде келесі сөз кезегі заң ғылымдарының докторы, Қазақстанның еңбек сіңірген заңгері Бекет Тұрғыраев мырзаға беріледі. Қадірлі қауым, ардақты ағайындар, 35 жылда бір келедіген Наурызбенен Рамазан
айының 90 күні. Наурыздарыңыз құтты болсын. Оразаларыңыз құтты болсын. Қадірлі ағайындар, мен жаңа өмірдің кең тұлғақ тарихты да бәріне қамтып айтты, саясатты да айтты, оны қайталап жатпай-ақ. Басқа да азаматтар бар, барлығына амандық саулық тілейміз. Енді кішкене ғана бір ауыз сөз айтуға болады. Міне сіздер осы мына қасиетті әулиелердің орнына топтасқан жотаға 10-шы жыл толып отыр биыл. 2015 жылы қазақтың даңқты ұлы жазушы, еңбек ері Әбіш Кекілбай бастаған, мына Өмірзақ ағамыз бастаған Қазақстан зиялы қауымы келіп, 3 май 2015 жылда осы төбедегі бабалар орнына тағзым кешенін ашқан. Ондағы мақсат ұлы отан соғысының 70 жылдығының құрметіне қарай осы елден соғысқа аттанып майдан даласында қалған ұлы бабаларымыздың рухына арнап, бабалар рухына тағзым кешені тұрғызылған. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Міне содан бері 10 жыл өтті. 10 жыл бойы сол бабаларды осында келіп орналастырып, бүгінде халықтың басы қосылатын, елдің шейін өтетін орынға айналды. Бұл парктың аты мәңгілік ел. Біз мәңгілік ел болуға ұмтылып жатқан қазақ халқымыз. Сондықтан мына ұлыларымыздың рухын сіздерді қорғасын деп, саябақтың атын мәңгілік ел деп қойдық. Ал енді бұның тағы қасиеттілігі сіздер мен біздің барлығымыз басымызға көтеріп әулие тұтынатын бір бекет атаның осында кесенесі тұрғызылды. Сол кесенеге осындағы ағайындар келіп кетіп тұрады, зиянат жасайды. Бұл деген сөз, сонау Маңғыстауға бармасын деген сөз емес. Бекеттің қасына барыңыздар, зиянат жасаңыздар. Тірлігіне арналған үлкен мәселе. Ұрпаққа парыз. Міне біз сол парызымызды өтеп тұрған азаматтарымыз. Халыққа жасалған тірлік есігі ашық. Ешқандай ақша да төленбейді, басқа да төленбейді. Туризмде келеді, қарапайым халықта келеді. Соның барлығы осында елге арналған дүние. Соны бүгін міне жігіттер бас қосып, осы жерде өткізейік деп, ұлы Қосай бабамыздың ұрпақтары осыған жиналып отыр. Сондықтан сіздерге мерекелеріңіз құтты болсын. Алға қойған ізгі мұраттарыңыз орындала берсін. Жүректеріңіздегі отанға деген, ұлы бабаларға деген ұшқын сөнбесін. Ұрпақтарымыз мың жасай берсін. Міне ғасырдан ғасырға кететін, ұрпақтарымыз ойлайтын жері осы жер болады деп ойлаймын. Сондықтан жаңа айтты, қасиетті қалиқазылықтан адамзат тарқағаны. Сондықтан мінекей осы қазақтың бір сіздерінде осындай тарихи орын алған жер. Hoş geldinizler deyimiz, aman sağlığınızlar deyimiz. Bizgi murat maksatlarımızga jetiringizler. Alдағы бұл отан соғысының 70 жылдығына başlasa, бұл отан соғысының 70-пен аяқталғанына 75 жыл толуына анаға тағзым деген ескерткіш қойылған. Ол ескерткіш соғыс кезінде елде қалған асыл аналардың соғысқа қан майданда қан кешіп жүрген әкесіне, баласына, жарына арналып істеген аналар, қазақ анасының бейнесі бейнеленген қарапайым колхозшы ананың маңдайына қолын қойып жолға қарап тұрғаны қойылған. Бұл сол дүниеден өтіп келмей қалған ағаларымыздың қарақаты келгенде жылап жүріп еңбек еткен, жеңісті жақындатқан аналарға ескерткіш.
Соғыстың 80 жылдығы жеңістің. Міне сол жеңісті бізге сыйлаған, қан майданда қаза тапқан қазақтың қаһарман қыздары бар. Әлшік, Әлия, Хиуаз дейді. Биыл 80 жылдыққа қазақтың үш батыр қызының да ескерткіш осында тұрылады. Астаналарымыз 19 жасында, 22 жасында соғысқа сұранып барып, осы біздің бейбіт өмірімізді қамтамасыз ету үшін жан пида қылған аналар, апалар, міне солардың да мәңгі аты өшпесін деп, мынау ұлылардың тұрған жерге сонша маңызды ескерткіш қойылады. Осы апрель айының аяғында ашылады. Ал енді Қазақстанның өрістеп дамып жатқан соңғы 3 жылда үлкен жетістіктерге жеткенін атап қойды. Әлемде қандай сойқан біліп отырсыздар. Мынау Украинадағы соғыс, мынау Израильдағы соғыс, Газадағы соғыс, жан түршігерлік соғыс. Сіздер мен біздер соғыс көрген жоқпыз. Ал бірақ соғыстың қандай екенін күнделікті көк экраннан көріп отырсыздар. Алда сондайдан сақтасын. Қарындарыңыз тоқ болсын, қайғыларыңыз жоқ болсын. Аман сау болыңыз. Түркістан облысы прокуратурасы ардагерлер ұйымының төрағасы Әбдіраман Исаұлы Аққұловқа беріледі. Құрметті қауым, әр халықтың өзіндік дәстүрі мен ұлттық құндылықтары болады. Кешегі қылыштан қамтанған қызыл идеология қазақ халқының салт дәстүрі мен әдет-ғұрпына тыйым салып, ұлтымызды өзінің құндылықтарынан бас тартуға күштегені белгілі. Сондай күштеп ұмытылмақшы болған құндылықтарымыздың бірі жаңа жылда көктемнің бірінші күнінен бастап қарсы алу үрдісі болады. Кеңес үкіметінің алғашқы кезеңдерінде шығыс халықтары наурыз мерекесін атап өтті. Ал бірақ 1926 жылы ол діни мейрам ескіліктің сарқыншағы деп танылып тоқтатылды. Дегенмен бұл мейрам Қазақстанның барлық аймақтарында дерлік жасырын түрде атап өтіліп келді. Еліміздің азаматтарының егемендікке ұмтылуы осындай жоғалтқан құндылықтарымызды жаңғыртудан басталды десек қателеспейміз. Өзбекәлі Жәнібеков, Мұхтар Шаханов сияқты қазақ халқының асыл азаматтарының бастамасымен 1988 жылы Наурыз мейрамы Қазақстанда алғаш рет қайтадан ресми тойлана бастады. Шығыс елдердің кезіндегі күнтізбесі бойынша Наурыздың басталуы Қамал айының бірінші жұлдызы болып есептеледі. Қамал деп отырғанымыз күн мен түн теңеліп, Қамал деген сәтте Наурыз сөзі жаңа күн дегенде ертеде бұл қазақ күнді Наурыз демей, Қамал айының басталуына байланысты Қамал деп айтып келген. Бұл сөздердің айырмашылығы жоқ деуге болады. Тарихшылардың мәліметінше 1918 жылдың 24 қаңтарында Халық комиссарлар кеңесі Юлиан күнтізбесінің орнына Григориян күнтізбесін қолданысқа енгізеді. Алайда екі күнтізбе айырмашылығы 13 күн қалғандықтан 18 жылдың 31 қаңтарында ескі күнтізбені аяқтап, келесі күнді 14 ақпан деп бастаған. Осы деректі басшылық қылсақ, 1 наурыз 14 наурызға қалып келеді. Ол жыл басы күнтізбедегі көктемнің алғашқы күні саналған. Қамал мерекесін күн деп атайды. Жоқ дос. Кеше бар көрші шығады. Түсірсінші мен, қайынларын түсіре бер. Қайнаға қайынларын қосай бәрі қосай. Алдың ретінде кіріп шыққан жөн деп саналады. Көрсе отырып бір-біріне бір жасыңмен, жасың құтты болсын, жасың қайырлы болсын деп айтылады. Адамдар үй үшін жуып тазалап, ауласында реткен кетіп қояды. 14 наурыздың таң біліне бастағанда ешкім ұйықтап жатпауы керек.
әсіресе қарты бар үйлер ерте оянып көрісіп шығатын адамдар отырады. Міндет түрлі әр дастан жанында отырып бар нәрсесін қойып бауырсақ ет шеттеп отырады. Көрісу күніне ешкім арнайы шақырылмайды. Жайылған дастарға бірақ жиылмайды. Адамдар бір-бірінен түскеннен кейін көрісіп шығуға тырысады. Көрісе келген адамдар, көбіне кішкентай балақайлар көрісіп шыққан үйдің дастарханына демалып кетеді. Адамдар жаңа не таза киім киеді. Өкпе үргіш толқыту. Көрісу күніне адамдар бір-бірімен танысады. Көрсе шыққан адамға сабақ шықпай, көтеріліп көңілмен қарсы алып дастарханға шақырады. Біреуден қарыз алған болса, қарызды осы күнге дейін иесіне беріп тастауға тырысады. Көрісу күннің рәсімі бойынша ер адамдар құшақтасып көз түйістіреді, әйелдер болса құшақтасып беттерінен сүйіп көріседі. Тек келіндердің аталарымен және қайнағалымен көрісуге болмайды деген ырым бар. Бұл күні ешкім ешкіге түспей, қайдағы жүру керек. Көрісуге келген жас кісілерге үлкендер көрісіп шықпады деп орын саналады. Амал берекесі еліміз егеменді алғаннан кейін батыс өңірінде кеңінен тойланып келді. Бірақ бұл дәстүр қазақ халқының рухани мәдениетінің бір бөлігі. Өткен 24 жылы еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен наурыз мерекесін жаңа форматта алдық. 14 наурыз көрісу күні амал мерекесі болып бекітілді. Сөйтіп көрісу күні жалғыз халықтық мерекеге айналды. Бұл дәстүр тек амандасу емес, адамгершілікті, сыйластықты, бірлік пен татулықты насихаттайды. Қазақстан Республикасының жоғары мектебінде еңбек сіңірген қызметкер, Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясының құрметті профессоры Губайдуллин Өтеген мырзаға беріледі. Elimiz egemenlik alып, önümüz terilip, ülkemiz şanlanıp, kazanımızın salt taşları, Melekey. Gelip, Kuday'a şükür deyimiz. Bugün halkımız